Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Жакшы кабар. Ушул видеону максималдуу түрдө группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Буюрса мына сүйүн кирди чыкты деп ушул видеолорду ар дайым тартып келебиз. Бир-эки жыл болуп калды окшойт. Агабыз ар дайым келип ушундай полноценный видео тартканда соо бишти баштап ар дайым кылып келет. До после кылып дагы чыгарып беремин. Буюрса мына 20 октябрга чейин каждый суббота, воскресенье күндөрү жардамга муктаж эжекелерди границага бекер кирди чыкты кылдырайын деп атыптыр. Мына жакшы ойлор менен чакырды. Андыктан бирден лайк басып коюңуздар. Мурдакин ушул сүйүн агамдын жамааты менен чыккандар болгон болсо, мени лично мына реклама алып баргандар болсо, мамилелери боюнча, жолдогу токтоткондорго кандай ответтер берилгендиги боюнча, кандай документтер жолго даярда бергендиги боюнча дагы комментария калтыра кетиңиздер. Буюрса, азыр чалдырып беребиз. Проспект Миранын 2-чи выходунан чыгасыздар дагы, эгер кирди чыктыга барам десеңиздер, чыгып эле оңду карап мындай келгенде, мына бул жерде бир клиника бар, перекрестик бар. Бул жерде көбүз эле беребиз. Подземка бар, мына оптика система, парковка, бул 380 сомдук парковка. Ушул жерден кирди чыктыга катташат. Учурда сүйүн агабыз келе албай калды. Андыктан жамаатындагы мынаке Шабдан агабыздан маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Шабдан агабыз менен дагы тилек биле ошол акебиз менен кирди чыктыга өзүм лично барып келип видео тарткам. Акжол акабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Аллага шүгүр, өзүңөр? Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр. Иштеп атасызбы? Аллага шүгүр. Бизди аябай көп мекендештер көрүп атат. Анан негизи эле сүйүн кирди чыкты деп бардам коюп келебиз. Кыштагы видеону коет элек, буюрса жаңылап койдук анда. Болду. Алла разы болсун. Октябрдын 20-сына чейин канча адамды бекер алып чыгып келебиз? Эл менен амандашып. Ассаламу алейкум кыргыз элем. Ушул Иса YouTube каналын көрүп аткандар, Кыргызбайды. Вот. Айына, то есть жумасына бир аял кишини муктажды. Жумасына бир аял кишини алып чыгып келебиз. Же бирди, же экини. Экини деп койдум мен бирок. Экини, бир же экини. Вот, сөзсүз алып чыгып келебиз. Анан отчёттун видеодон тартып койгон. Отчёттун видео сөзсүз болот. Жыйынтыгын мен силерге ташайбыз биз. Вот, бүт баарын как прозрачный болот, бүт баары, Кудай кааласа. Жолго кандай документтер сурап атат учурда? Учурда жолго керектүү документтер биринчи паспорт, миграционный карта, вот, регистрация сөзсүз болуш керек, трудовой договор. Вот. Эгер ошол регистрация менен трудовой договору жок болсо, анысын жолго жасап беребиз өзүбүз. Туруп эми жолдо что проблема болсо үчүн, лишний тыйын кетирбеси үчүн полный жасап жолдо колдон келишинче жардам беребиз. Өзбек туугандар көрсө патенттин чектери боюнча кандай маселе? Өзбек туугандар боло турган болсо, өзбек туугандарга патенттин чектерини ал проблема эмес. Бизге кайрылса, полностью өзүбүз түшүндүрүп айтабыз. Колдон келишинче аларга да жасап беребиз бүт баарына. Кирди чыктыга каттайм деп, барам деп чалган адамга биринчи кандай документтерди текшерип атасыздар? Мисалы, көбүнесе запретке кирип калгандар бар, мисалы. Олар кандай барып келбей калатабы же кантип? Жок, биринчиден эгер өзүнө, допустим, өзүнө не уверен адамдар болот, штрафтары көп адамдар болот. Экинчиден жана карызга акча алгандар, золотой корона, анан дагы өзүбүздүн мына кыргыздардын немелер башкаларынан алгандар болот. Аны сөзсүз бизге айтылыш керек. Перед тем чыгыштан мурда биз өзүбүз ошону полностью текшерип, черный спискасы болсо, допустим, черный спискадамын ошону текшерип койгула десе, аны акысыз өзүбүз текшерип беребиз. Карызын дагы полностью текшерип беребиз. Чтобы границага кирип чыккыдай болсун. Анан аякта сарсана болуп, жарым жолдо калып кетип, анан силер мага андай дедиңер, андай болбойт. Сөзсүз бизге как ана эс айтса, бүт баарыны ошого карап жардам беребиз биз. Жакшы. Силерде канча машина бар? Күндө канча машина каттайт? Күнүгө бизде Кудай кааласа 2-3 машина чыгат Проспект Мирадан, 2-чи выходтан. Вот, күндө 2-3 машина бар. Өзү жалпы жамаат бир 20 машинабыз бар. 20 машинабыз менен кирип чыгабыз. Алла буйрса. Жол жакшы элеби негизи? Жол эми кандай десем,
1,5 сутка, 2 суткада аяққа барғанда, граница барғанда кішкене иштебей қалады, кеде бір емелер болып қалады, өзіге жараша причиналар. Ошол причиналар жоқ болса, 1,5 суткада барып келеміз, Алла бұйырса. А так 2 сутка, грубо говоря, 2 сутка. Қазір бұл жақта сеналарды көріп тұрам. Эстима, Альфардтар бар екен. Аялдар болса, аялдарға қош қарекет қыласыздар, же қандай? Аялдар жөнінде де айтып кетейін. Аялдар болса, бір аял ешқашан шықпайды. Сөзсіз жанына шықпайды. Жоқ, андай болмайды. Сөзсіз аялдарға бір ряд, ортоңқы ряд пы, же ақырқы ряд пы аялдар қайсыл емеге отырса, қалаған орындыққа аялдарды өзін чоу әрекет қылауыз. Ал болмайды, еркектерменен чоу кеткен, аралаш кетпейіз, ана-мына деген емелер сөзсіз болады, андайларды бір рядқа қойыңыз аялдар. Сөзсіз бір рядта кететтер. Айбай жақсы екен. Ішкі ауылдарын көргөсек болады. Негізі Альфардта мен барып келгем ғой. Айбай кеңірі барасың да? Кеңірі. Жирға барып келесің да? Мына. Мазыр мен отырып тағым бер. Көргөзіп қойын. Мен сұлыш айтылым, ортаға отырышыңыздарды. Ортада жақсы да, егер жанағаса пут сасы баса, ең негізгісі мұнияға пут шығарып алғанға болады. Мұнияқта отырсаң деле, қысқасы кеңірі да. Кеңірі мұнда ұқтап кетесің. Путтың барақ мұндай қылып ұқтап кетесің да. Тоқтат деген жерге тоқтаттасып қандай болтады? Тоқта деген жерге Москвадан Бассекені бар. Жоқ, андайлар сөзсіз болады. Тоқта деген жерде тоқтайыз. Москвадан бері 300-400 километр жүргеннен кейін өзінің чайханалар бар. Байқа сөзсіз келіп чай ішеміз. Адал. Адал, мындай бір башқа чочқан еті же башқа нәрсе жоқ. Адал бүт бары. Ол жерге тоқтап намаз оқиды, чай ішкен чай ішеді. Адан дальше жолды улантырамыз. Жақсы. Ішіңіздерге келік. Қанша жыл стаж бар негізі водительдерде? Мен 3-4 өңіздерді еле таныйым да? Водительдерде өзі негізі біз қолдан келешінше тасыққанды айдаушыларды алауыз. Стаж көбірек. Минимум 4-5 жыл стажы бар. Ошолордағы жұмасына, допустим, бір водитель жұмасына 2 жол барып келеді. Анан жолды білеуі, ана мұнау дегендер водительдер образына жолды жұмасына 2 жол барып келеді. Жолды 5 қолдай білетір. Даже қайерде яма бар, қайетте поворот бұрылады. Анан сарсана болуысын, күмін сана болсан, смело келе бересіздер. Жақсы. Арда белді қызматтан болуыңыздар. Жақсы екен. Негізі ақырынан қайдаған жақсы. Біз еме правил болғандықтан нердегі отырғандан, нарақта отырғандан жаның чиіп кетеді. Шыққандача, фуракет болса. Ошоға бір 1,5 сутка емес, 2 суткада барсаңыздардан, есанаман апарып алып келіп. Жана сөздің башында айттым ғой, 1,5 суткадан 2 суткаға чейін деп. Кейбірлер айтады, клиенттерді ағачы, сілер 1,5 сутка дедіңерлер, 1,5 суткадан өтіп кетті деп. Эми таможняда очередь болып қалышы мүмкін, же таможня іштебей қалышы мүмкін, допустим да. Андай тез болып тұрады, ошыға запасымен 2 сутка деп отамын. Негізі, Алла бұйырса, 1,5 суткада барып келеміз. Негізі кетшінде ошы асырдан кейін жолға шығышып, көп ұчылач, ертемен таңатқанға барып қаласыздар. Ертемен негізі өчірт азырақ болды, ошыға қолдан келінше бұлардағын елдің қолын қармау ашқан, көп уақыт қармап қағаштық әрекет қылышады. Панелігі уже кеңірі, свободны ішке шықсаңыздар болады, айтқанға. Азыр пятница, жұма күні, азыр саат московский емеге, бүгін 20 сентябрь екен. 4:32. 4:32 өтті. Азыр, допустим, шыға тұрған болса, границаға ертеменен саат 7:30-8-ге барып қалады. Иншалла. Ішіңіздерге иелік. Ешқашан оруаңыздар. Рахмат. Мен бұл сүйін ағаларымызды 1,5 жыл аралығында тартып келеміз. Жақсы, ешқандай із-чұс жоқ болып атады. Іштеріне игілік қалайыз. Чалып байлансаңыздар болады. Ишенішті ушундай шоферлар чыкпай туруп чорныйдан баздан текшерип берет, анан кийин бекер текшерип чыгам дегендер гана ойно эле чалып жөн эле текшертирип жанагы кылаңыздар. Ошону топко туура айттым, ошонучу. Группаларын бөлүшүп коюңуздар, мындай жардамга муктаж эжекелерди Куда кааласа жакшы ниет кылып чакыргызды. Буйруса, Куда кааласа мына после видеондагы чыгып келгендерди бетин жабып болсун тартып, мына доказация кылып чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.